Әдеміге мынандай торт алды. Қазір қызым реакциясын көретін боламыз. Шешіп оқымыз. Күшті екен. Ауыр. Торт саған? Айжан, қалай күшті. Ашсай тортты. Әке соқтың. Ау, аш. Ма, көтер тортты. Сен туған күнің бе? Көтер. Аста. Уф, дейсің ба торт? Сен туған күнің ба? Күшті екен. Алма. Папа келді ма тортты саған? Ажгон? Кәне торттың дәмін көрші. Сәлем достар, құрметті мен оқырмандарым, қалдарыңыз қалай? Менің осылай тамағым ауырып қалды, сол себепті осындай блогтар түсіре алмай қалды. Даусым енді шығады деп жүргенде даусым мүлдем басылып қалды. Магнумнан заказ бердім, шығатын уақыт жоқ. Үйге осылай барлығын әкеп берді. Осылай мен мандариндерді пищевой содамен жуам, нан содымен жуып алдым да барлығын батырып қойдым. Демалыс күндеріміз зырлап үйде кухнядан өтпейді. Мотивацияны балаларымнан аламын. Балаларымның дені сау болған үшін және де өмірде осы жүргеніміз үшін үлкен бақыт. Балалардың кешкі шай тамақтарын беріп болып, дастархандарды жинап жатырмын. Даусымды қатты шығарайын десем де даусым шықпай жатыр ғой. Ыдыстарымды тез посудомойкаға салып барлығын үлгеру керек. Дастарханды да жинау керек, тамақты да істеу керек, ертеңгі тамақты да істеп қою керек. Өзім қатты грипповать етіп ауырған кезде осындай апельсин мен лимонмен жасалатын сокты жақсы көремін, соны жасайын деп жатырмын. Және де жаңалық қарау керек, балаларға көңіл бөлу керек. Балаларды жеке-жеке жақсы көру керек, әр балаға внимание жетіспей қалмасын деп. Сөйтіп барлығына үлгереміз, мамалар. 100 скороспен жүреміз ғой, 100-бен жүреміз ба, 200-бен жүреміз ба, әйтеуір үйдің ішінде барлығына үлгеру керек. Және де тиктоктан көріп қалдым, дивасил деген шөп жөтелді, жоғарғы тыныс алу жолдарының барлық ауруларын емдейді екен. Соны аптекадан алып келіп, қайнатып, осындай бір үлкен столовый ложканы ыстық суға қойып, бұқтырып, водяной баняда 15 минут қайнатып, суытып, үстіне қайнаған су құйып жатырмын да, өйткені аш екен, бірақ енді дәрі ішкеннен бауырды отырғызып антибиотик алғаннан гөрі осындай шөппен ішкен жақсы екен. Жөтелім басылды, просто кешегі күнде ішпедім, ата бүгін жазылып кететін едім. Сөйтіп сүйікті плитамды жуып сүртіп алып жатырмын. Ұнайды осы плита маған. Кәдімгі беті тазарып, күшті болып шыға келеді. Осы плитамды тазалаған ұнайды маған. Үйде кухняда ең жақсы көретін шаруам осы менің. Тезде сүртіп алып, блокировкасынан шығарып, жарларын барлығын сүртіп, бәрі тап-таза болып тұрған өзімізге жақсы. Кухня таза болса, әйелдің көңілі тыныш деп. Сонымен барлығын ауырып тұрсам да істеп тастайын деп жүгіріп жанталасып жатырмын. Осылай менде 2 апельсин, 2 лимонды турап блендерге салып, және де банкеге салып, бұл туралған жемістерді үстіне қант салып, қайнаған су құйып, мен лимонный кислота салмаймын, кейбір жерде лимонный кислота салады, бірақ бұған кәдімгі лимон салып, қант салып, ыстық су құйсаңыз, нағыз терафлю болады. Грипповать етіп ауырғанда, осылай ішсеңізде, басқа күні істеп ішсеңіздерде нағыз С витамині. Қандай апельсиновый магазиннен сок алсаңыздар да, білмеймін, апельсиновый соктардың ұнамады, дәмдері, осының дәмі ұнады маған. Өйткені қағаздағы соктарды бір түрлі ашқылтым болып тұрады, амнада бір түрлі кисло-сладкий күшті болып тұрады. Қантты қалауыңызша қосасыз, осылай ыстық су құйып, ыстықтай ішуге де болады, немесе үстіне салқын су құйып, шамалы ғана жылы су құйып, қантты ерітіп алып, ары қарай салқын су құйсаңыз да болады фильтрдан. Одан ары қарай компотымды істеп қойдым, соғымды балаларға, және де баклажан қуырып, қытырлақ бір салат жегім келді. Қытырлатып баклажандарымды тұзды суға салып қойдым. Осындай арасында соғымды ішіп алайын деп.
Капот. Да. дәмі деген күшті. Енді осыны терлеп тепшіп 3 кружкасын ішіп алдым. Қызым да жақсы көріп ішіп отыр. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Көп рахмет. Осындай 4 литр, 5 литр сок шығады. Одан да көп жасауға болады. Просто мен 2 банкіге ғана жасадым. Осындай сок жасаңыздар.